Хаширама! Ағаш стилі, орманның гүлденуі. Ағаш күлім жетсуы. Хаширама! Мадара! Күні бойы созылған шайқастың соңында Мадараның арқасы бірінші рет жерге тиді. Мадара, бұл соңы. Оған ешкім тиіспеді. Сенің қолыңнан өлу абырой болар еді. Біз уәде бердік, есіңде ме? Бір кезінде керемет ауылды құруды ойладық. Бұл мүмкін емес. Сен, мен, біз бір-бірімізге ұқсамаймыз. Және жай саған сене алмаймын. Не өз бауырыңды өлтір, немесе дәл қазір өзіңді өлтір. Сен шынымен мейірімдісің. Қош бол. Бұл түс сияқты. Сонымен біз өз ауылымызды сала бастадық. Және бейбіт мемлекет құрдық. Мұнда ұлт пен ауыл тең жағдайда тұрды. Шиноби академиясы. Біздің қонысымызды осында салайық. Бұл мүлдем жаман емес. Онда шешім қабылданды. Біз тек өз арманымыз туралы ғана сөйлесеміз деп ойладым. Отелін көлеңкеден қорғайтын шинобидің жетекшісі. Сенің біздің көшбасымыз деп атауға ойластырдым. Мен оларды бар күшіңмен қорғағаныңды қалаймын. Итама! Менің інім өлді. Сонымен солай болды. Сенің бауырларың бар ма? Мен бесеудің бірімін. Мен оларды қалай болса да қорғаймын. Райджин кесентісі ұшады. Дәл қазір әлсіреуге уақыт жоқ. Бізге де ауылдың атын ойлап табу керек болады. Ойларың бар ма? Қалай? Ауыл жапырақтарда жасалған ба? Демек сіз Хокагенің рөлін айтып тұрсыз. Ауылды қалып, бәрін қорғау керек пе? Сондықтан мен сіздерге ұқсағым келеді. Біздің аяқтарымызда осы жартасқа қойылған, сіздің бетіңіз тым қадал. Сондықтан оны мұнда және сол жерде жұмсартуға болады. Сіз мұндасыз ба? Мұнда немен айналысып жатсыз? Мадараны лидерлікке кандидат ретінде ұсынған дұрыс. Сонымен қатар, Мадара Учиха көшбасшысы болып таңдалмайды. Барлығы біледі. Олардың жек көрушілігі неғұрлым күшті болса, олардың визуалды ерлігінің қанша күшті көрінеді. Осылай сөйлеу доғар, Тобирама.
Сонымен мен бірінші Хокаге болдым. Тобираманы қалдырыңыз. Мұны сенсіз жасай алмайды. Сізден кейін бір күдікті Тобирама Хокаге болады. Ол жасаған кезде Учиха жойылады. Мен оған берген уәдемді орындай алмайтын сияқтымын. Мен кланды қорғаймын. Сіз мені ініңіз деп атайсыз. Бірақ ауыл үшін қайсымызды өлтірер едіңіз? Менде болды. Ауылдан кетуге бара жатыр. Мен ондай болуына жол бермеймін. Хаширама, бұл сізді шындыққа айналдыратын нәрсе. Мен күресетін шайқастарды асыға күтемін. Мен шын арманыма қол жеткізгенге дейін. Сіздің шын арманыңыз қандай? Егер бұл осы ауылдың арманына байланысты болса, маған лидер ретінде, аға мүше ретінде сіздің күшіңіз керек. Байланыс жоқ. Сіз оған ешқашан жете алмайсыз. Осы сөздерді айта отырып, Мадара ауылдан кетіп қалды. Ал енді Мадара біз бірге оққан ауылдан кетті. Бұрынғы ұрысқан қырылыстарлы Учиха мен Сенджу күш біріктіру арқылы Найзаға елінде Нұрлық жерлер жасырын бұлт ауылының өзінің жетекшісі Райкагемен құрылды. Жел елінде жел жері жасырын құм пайда болды және олар көшбасшысын Казекаге деп атады. Мадара мен менің арманым орындалды, бірақ ол бұрынғы арманын бұзғысы келгендей. Мадара жапырақ ауылына шабуыл жасау үшін қайта оралды. Бес қабатты Рашомон! Сіз бәрін босқа астырап етесіз бе? Осы уақытқа дейін біз бәрін аяқтадық. Мадара! Ол біздің бауырларымызбен достарымызды қорлау. Жоқ! Біз доспыз деп айтамын. Мен бұған дейін жеттім. Ағаш стилі, 1000 қарулы канон! Міне, мен келе жатырмын, Мадара! Хаширама, келіңіз! Мадара! Хаширама! Сен арғы бетке жетпейсің. Мен жай ғана қорғағым келеді. Ақыры жүзеге асырған арманым. Бұл арман қазір шындыққа айналуда. Ағаш стиліндегі клон. Мен біздің жоқ, ауылымды қорғаймын. Не болса да. Мен ауылға қауіп төнгендерді кешірмеймін. Олар дос болсын. Бауырым, тіпті менің балам. Мен дәл сол кезде шешім қабылдадым. Сайып келгенде бұл бір күні ауылды қараңғылыққа апарады. Осылайша менің Мадарамен шайқасым аяқталды. Достар, тағы да айта кететін жайт. Арнаға жазылып, осы видеоға лайк басып, қоңыраушаны шертіп қояйық. Бұл мен үшін маңызды. Келесіде кіммен кімнің төбелесін қазақша көргілеріңіз келеді. Комментке жазып кетейік. Міндетті түрде орындаймын. Сау болыңыздар.